Ассалаумағалейкум құрметті достар, менің атым Ертай Қуанышев. Бүгінгі видео сабақта мен жұмыс іздеуге көмектесетін қазақстандық бірнеше сервис туралы айтамын. Яғни қазіргі уақытта осы жалпы жұмыс іздеу үшін қолданылатын көптеген сайттар бар, және бос вакансиялар немесе сол сияқты жұмыс іздеймін, жұмысшы аламын деген сияқты хабарландырулар беретін көптеген сайттар бар. Солардың ішінде әрине ең танымал деген мен және ең көп қолданылады деген үшеуі туралы айтамын. Яғни бұл жерден біз әртүрлі категориялар бойынша өзімізге жұмыс іздей аламыз. Және оның біріншісі headerhunter.kz деп аталады. Және бұл менің есептеуім бойынша Қазақстан бойынша немесе басқа да елдер бойынша ең танымал деген жұмыс іздеуге арналған сервис. Бұл жерден біз әртүрлі категориялар бойынша немесе елді мекендер бойынша, мысалға белгілі бір қалалар бойынша әртүрлі жұмыстарды таба аламыз, немесе белгілі бір компанияларды көрсетеміз, мысалға Kaspi.kz немесе сол сияқты бір Home Credit немесе тағы бір қандай компаниялар. Енді көп қой, солардың ішінен мысалға кез келген компанияның ішінен бос вакансияларды қарап, соған онлайн арқылы резюме жібере аламыз. Немесе өзіміздің резюмемізді осы онлайн арқылы құра аламыз. Және басқа да мүмкіндіктер қарастырылған. Жалпы номері бірінші сайт осы headerhunter деп аталады. Егер жұмыс қажет болатын болса, онда бірінші осы сайтты қолдануды ұсынамын. Екіншісі, соңғы уақытта осы сайттың жарнамасы жүріп жатыр. Егер медиа теледидар қарайтын болсақ, осы сайттар медиа рекламаға өтіп кеткен. Бұл сайтта өте ыңғайлы. Мысалға бұларда да бар функция, жаңа headerhunter'да да бар. Екеуі аналогтас бір-біріне, яғни баламалы жобалар бұлар барлығы. Және бұл жерден де біз көптеген қалалар бойынша немесе сол сияқты белгілі бір кілт сөздер бойынша әртүрлі жұмыстарды қарастыруымызға болады. Және бұда да әртүрлі резюме жасау мүмкіндігі бар онлайн арқылы. және басқа да сол жұмысты ұсынып отырған компанияларға өзіміздің онлайн резюмемізді, яғни түйіндемені жіберуге мүмкіндік қарастырылған. Жалпы работа.nur.kz сайты жалпы қолдануға ыңғайлы. Үшіншісі бұл сәл басқашалау сервис, ол kismet.kz аталады, яғни қызмет.kz. Бұл сервистің негізгі қызметі мен есептеуім бойынша бұл арнайы парсинг арқылы жұмыс. Енді бұл жерде парсинг не, анау не, мынау не миында ашытпай ақ қояйын. Жалпы бұның негізгі қызметі ең танымал деген жаңа мен айтып кеткен сайттардан новыйдан шыққан вакансияларды алады да, мына жерде автомат түрде өздерінің сайттарында жариялап отырады. Яғни бұның негізгі қызметі сондай. Мысалға бұл жерден де біз әртүрлі қалалардан жұмыс іздей аламыз. Қалаларды белгілей аламыз. Мысалға мына жерде регион деген жерге, мысалға Ақтау, мына жерге мысалға профессия бағдарламашы дейміз, іздей аламыз. Және қалалар бойынша көптеген вакансиялар бар. Алматы, мысалға Қарағанды, Тараз, Жаңаөзен, Рудный, Шу деген сияқты. Енді тағы да басқа осындай категориялар бар. Мына жерде қарап отырғанымызда белгілі бір компаниялар бойынша мына жерден жұмысты қарастыра аламыз әрине. Бірақ бұл жерде бұл сервистің негізгі қызметі әртүрлі сайттардан іздеп, яғни бір жерге топтастырып берген жұмыстар. Мысалы қарайтын болсақ, мына жерде Астана деймін, мысалы Астанада қандай жұмыстар бар екен. Енді бұл жерде қарайтын болсақ, мына жерде мысалы маркет деп тұр. Мына жерде маркет, яғни бұл хабарландыру market.kz сайтынан алынған деген сөз. Қазір мен осыны басатын болсам, сол сайтқа өтіп кетеді. Яғни негізгі вакансия қай сайтта жарияланды, автомат түрде соған өтіп кетеді деген сөз. Мысалға міне market.kz сайтына өтіп кетті. Енді бұл сервисте жалпы қолайлы, көптеген функциясы бар, және новыйдан шыққан, жаңадан шыққан вакансияларды бірден осы сайт арқылы біз таба аламыз. Және сонымен қатар зарплатасы көрсетілген, қай жерде қандай қызмет немесе толығырақ сол жерден көруімізге болады. Жалпы үш сайтта қолдануға болады. Ендеше құрметті достар, бүгінше видео сабақты осымен аяқтаймыз. Осы үш сайтқа да сілтеме осы видеоның астында бар. Бүгінше осы, келесі кездескенше.